Сәлеметсіңдер балалар. Әдебиеттік оқу 2 сыныптың 100 сабағы. Тақырыбы өнер еліне саяхат. Бүгін мәтіннің мазмұны бойынша шығармашылық тапсырмалар орындайсың. Сұрақтарға жауап берейік. Бұл қуыршақта қай ертегінің кейіпкерлері? Кәнеки ойланып жауап берсеңдер. Бұл қуыршақтар Алдар Көсем мен Бай ертегісінің кейіпкерлері. Ендеше Алдар Көсем мен Бай туралы шағын фильм көріп алыңдар балалар. Бәрің алдар дейшін, бұл аңқау адамдарды ғана алдай алады. Мықты болса мұны мені алдап көрсінші. Оны біз қазір көреміз. Көрдің бе? Бір адам отыр. Ол Алдар Көсемнің өзі. Барып сөйлесіп көремін, сонда көреміз. Алдасың ба, жоқ па? Ассалаумағалейкум. Алдар Көсем деген сенбісің? Иә, мен болам. Айшы, шынымен сен кез келгенді алдап соғасың. Айда, шөт нәрсейін айда береді. Алдайтын тақиямды кимесем, мен шынында да алдай алмайм. Бұл тақиям қайда? Оны бүгін үйде қалдырып кетіп. Егер тақиямды кисем, мені алдай аласың ба? Енді ақылық болсаң алдай алатын шығар. Ақылым мол болса, онда ешқандай тақия көмектеспейді. Ондай болса тақиямды алып тексеріп көрейін. Жоқ. Менің үйім алыста. Оған жаяу барып өте қиын. Онда менің ешегіме мініп бар. Олай болса, дегенім болсын. Мен қазір тез келем, осында күтем. Тезірек кел. Алдар Көсем қайда кетіп бара жатыр? Астындағы ешекті қайдан алды екен, Мен оған ешегімді бердім. Тезірек үйіне барып алдайтын тақиясын алып келдім. Көрейік, мені алдай ала ма, жоқ па? Сен оғым қайда тұрады, білесің көз. Құдай, ешегімді қайда? Мені алдап соқты қоя. Мені қайтты ма? Сендер жаңа Алдар Көсем мен Бай туралы шағын бейнені көрдіңдер. Әрине оны теледидардан немесе өздерінің қолдарында соткалардан көруге болады. Ал енді осы қойылымды өз көзімен көріп театрға барсаң, өте ерекше әсерде боласың. Ендеше бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз біз театрға барамыз. Ең алғашқы қуыршақты саз, ағаш, сабан және шүберектен жасаған. Балалар сол қуыршақпен ойнаған. Қуыршақты ұйықтатқан, емдеген, тамақтандырған, серуенге алып шыққан. Кейіннен қуыршақпен күлдіргі көріністер көрсете бастаған. Қазіргі қуыршақ театрында арнайы білім алған әртістер жұмыс істейді. Онда оркестр да бар. Сахнаны суретшілер безендіреді. Қуыршақ арнайы шеберханада дайындалады. Қуыршақты ойнатудың басты 4 әдісі бар. Олар саусаққа кию, жіп арқылы қозғалысқа келтіру, шыбыққа бекіту, қуыршақтың көлеңкесін экранға түсіру. Әртіс қуыршақты ұшына жіп байланған 3-4 таяқшамен басқарады. Жіптердің ұшы қуыршақтың басына, иығына, шынтағы мен тізесіне байланады. Әртіс жіпті тартып, жіп байланған таяқшаны бұрады. Қуыршақ қолын сермеп, жүріп бара жатады. Әртіс жоғары жақта тұрып, қуыршақты қимылға келтіреді. Біздің елімізде де қуыршақ театр бар. Балалар, жаңа өзіміз айтып көргендей, қуыршақтың 4 түрлі әдісі бар екен. Оны бірінші шыбыққа бекіту. Егер шыбыққа бекіту қойылымын көрсететін болсаңдар, суретін салып кейіпкердің немесе дайын кейіпкерді қиып алып, шыбыққа немесе таяқшаға орнатып, өздерінің шағын қойылым қойылуға болады.
Екінші көлеңкелі театр. Ол жерде әртістер көлеңке ретінде көрсетеді. Ал екіншісінде саусақпен, мысалы, ешкінің, қоянның, құстың өздерінде осы бейнеге қарап көлеңкеге көрсетуге болады екен. Үшінші саусақ театры. Әрбір кейіпкерлерді саусаққа, 5 саусаққа кигізіп алып, олардың әрбірін қимылмен және сөздің ырғағымен айтып тұрады екен. Ал ең қиыны жіп арқылы қозғалысқа келтіру. Неке өздерің көріп тұрғандай әртүрлі қолды, басты, аяқты, тағы басқа қимылдарды осы жіп арқылы әртістер көрсетеді. Сұрақтарға жауап берейік. Қуыршақ театрын ұйымдастыру үшін қандай құралдар керек? Қуыршақ театрын ұйымдастыру үшін қуыршақ, жіп, шыбық керек. Қуыршақ театры туралы қандай сұрақ қояр едім? Ең алғашқы қуыршақты неден жасаған? Қуыршақ театрында кімдер жұмыс істейді? Қуыршақты ойнатудың неше әдісі бар? Енді мына жерде біз түлкі мен қарға атты шағын кейіпкерлердің сөздер арқылы қимыл немесе дауыстап көрсетуге болады екен. Бұл Ахмет Байтұрсыновтың Крыловтан аударған қарға мен түлкі мысалы. Түлкі: қарға достым, сені ғажап әнші деп естідім. Ән салшы, тым болмаса даусыңды бір естейін. Қарғаның аузындағы ірімшігін алу үшін алдаушының кейпін көрсетеді. Қарға сол кезде мақтанып, аузын барынша ашып қарқылдайды. Қар. Сол кезде ірімшік жерге түсіп, түлкі осы ірімшікті алып жөніне кеткен екен. Бесінші, кейіпкері рөліне еніп сөйле. Мен театрға бардым. Театрда бала абай қойылым көрдім. Балалар осындай театрға барып, түрлі балаларға арналған ертегілер болсын, қойылымдар болсын, барып көруге болады. Оны ата-аналармен барыңдар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды.